Баршаңызға сәлем. Достар, сіздермен бүгін қазы айналдыратын боламыз. Менің каналыма жазылып, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Мінекей етімізді осылайынан өзімізге ыңғайлы кесіп, тұздап алатын боламыз. Одан кейін зіра септім. Зіра қосаммен. Сіздер сарымсақ қоссаңыздар болады. Сарымсақтан да өте керемет шығады. Одан кейін қарабұрыш қостым. Қарабұрышты қосып, оны да жақсылап барлық жеріне бірдей тигенше араластыратын боламыз. Қолдың көмегімен жақсылап отырып араластырып аламыз. Одан кейін бұны бір 10 минутқа демалтыруға жібереміз. Маринадтары бір-біріне сіңуі үшін осылайынан қойып қоятын боламыз. Барлығы біледі деп ойлаймын қазы тығуды, бірақ әр жерде әр түрлі тығады. Одан кейін шегімізге кірісеміз. Менде осындай шектер. Шегімізді сыртына айналдырып алатын боламыз, сыртқа қарай. Осылайынан барлығын айналдырып алып, жақсылап мұздай сумен жуып алатын боламыз. Ішінен жабысқақ заттар шығады өзінің, соны жақсылап жуып тастайтын боламыз. Осылайынан жуып, жақсылап мұздай сумен жуып алып, одан кейін қайтадан айналдырып алып, дайындап қоятын боламыз. Мінекей шектеріміз дайын. Енді қазымызды тығып бастаймыз. Менде осындай екі шек шықты. Осыларды тығуға кірісеміз. Бір май, бір ет қылып, жақсылап тығатын боламыз қазір. Біреулер қабырғасымен тығады. Мен осылай тек майы мен етін араластырып, айналдырып алатын боламын қазымды. Өте дәмді шығады. Сіздер де істеп көрулеріңізге кеңес беремін. Дәл осы қазымызды бір май, бір ет қылып араластырып айналдыратын боламыз. Одан кейін бұны далаға, самалға кептіріп алсаңыздар, қыста өте дәмді болып шығады. Ет асқанда салсаңыздар, керемет қазылар дайын болады бізде. Өте ыңғайсыз болады тығуға, қолың тайып кете беретін болады. Осылайынан барлығын салып, жақсылап екі басын тігіп алатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздерде қалай тығады, оны айналдырады қазыны, оны да жаза кетіңіздер. Менімен бөлісе отырыңыздар. Қазақ контентінің дамуына өз үлестеріңізді аз да болса қосып, мені қуантыңыздар. Осылайынан екі жағын тігіп алатын боламыз. Сіздер байласаңыздар да болады. Маған осы тіккен ыңғайлы. Ет салғанда, ет асқанда жыртылып кетеді, етім шығып кетеді деп ойламаймын. Өте ыңғайлы өзіме, сол үшін осылай тігіп шығатын боламын. Дәл осы тәсілмен екінші жағында қазір тігіп шығатын боламыз. Екі жағында бір осындай қылып, бірдей қылып тігіп алатын боламын. Одан кейін бір-екі күнге далаға жайып, кептіріп алатын боламыз қазымызды. Қыстың күні ет асқында, қонақ келгенде
сала бересіздер. Өте дәмді болады. Кепкен қазы өте дәмді болады. Сол үшін кептірулеріңізге кеңес беремін. Екі жағын бірдей қылып тігіп, мінекей бізде осындай үлкен қазы шықты. Енді осы қазымызды иненің көмегімен, зубочистканың да көмегімен осылайынан тесіп шықсаңыздар, ішіне ауа кіріп, өте әдемі қазы шығады бізде. Мінекей. Ал енді жаңағы осыдан қалған қабырғаларымызды кесіп алатын боламыз. Барлығын бөліп, бұны да сорпаға асасаңыздар болады, қуырдаққа асасаңыздар болады. Осылайынан барлығын кесіп алатын боламыз. Мінекей осы қазының еттері осы қабырғаның жанынан шығатын болады. Қазының еттері осыдан алынған еттер. Бұны да жақсылап бөліп, қуырдаққа, сорпаға сала берсеңіздер болады. Мен осылай кесіп, сорпаларға сала беремін. Мінекей, өте әдемі еттер. Мінекей, осы қабырғамыз осындай 2 қазы шықты менде. Сіздер де жасап көріңіздер. Қош болыңыздар.